Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз сіздермен қазақ тілінде сөйлеу үшін төртінші алтын ереже әдісімен танысатын боламыз. Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомимся с четвертым золотым правилом для того, чтобы правильно говорить на казахском языке. Оның аты қабысу. Оно называется спряжение. Қабысу дегеніміз ешбір жалғаусыз орын тәртібімен байланысқан сөз тіркесі. Спряжение – это словосочетания, которые связываются без окончаний, но по порядку. Бірінші түрі, первый вид – зат есім мен зат есім қосылған сөз тіркесі. Словосочетание, которое состоит из существительного и существительного. Мысалы, например, түлкі тымақ, лиси малахай, темір күрек, железная лопата. Екінші түрі, второй вид, сын есім мен зат есім қосылған сөз тіркесі. Словосочетание, где есть прилагательное и существительное. Мысалы, биік тау, высокая гора, қызық кітап, интересная книга. Үшінші түрі, третий вид, сан есім мен зат есімнің бірігуі. Объединение числительного и существительного. Мысалы, например, 5 кітап, 5 книг. 11-ші сынып, 11 класс. Төртінші түрі, сын есім мен сын есім байланысқан сөз тіркесі. Это словосочетание, где объединяются прилагательное и прилагательное. Мысалы, например, ақ сары, бело-желтый, қара торы, смуглый. Бесінші түрі, үстеу мен етістіктің бірігуі. Пятый вид – объединение наречия и глагола. Мысалы, например, төмен қарады, посмотрел вниз. Жоғары көтерілді, поднялся наверх. Сирей бастады, редеет. Алтыншы түрі, есімше мен зат есім қосылып, сөз тіркесін орнайды. Шестой вид – причастие, объединяя существительным, образует словосочетание. Мысалы, например, оқыған адам, читающий человек. Алтыншы түрі, есімше мен зат есім қосылып, сөз тіркесін орнайды. Және соңғы, жетінші түрі, сын есім мен етістіктің бірлесуі. И последний, седьмой вид – объединение прилагательного и глагола. Мысалы, например, бұлбұлдай сайрайды, поет, как соловей. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш урок завершен. Благодарю за внимание.